Бүгінгі видеода әр елдің футболшыларынан құрам жинап АПЛ-да өнер көрсетсек қалай болады? Бізге елдерді Колесо Фортуна анықтап береді, ал ендеше алғашқы елімізді анықтайық, және бұл бізде Бразилия ма, Англия ма? Және бұл бізде Англия елі. Енді біз ойыншының позициясын анықтайтын боламыз, және ол бізде цап, яғни шабуылдайтын жартылай қорғаушы. Алғашқы құрамға қосылатын ойыншы бізде Реал Мадридтің сапында өнер көрсететін өте керемет жас талант Беллингем. Оның жасы небәрі 21 жаста, соған сәйкесінше оның құны да өте жоғары. Бірақ әрине ол бағаға тұрарлық. Қазір біз оған 230 миллионды ұсынып көрейік. Келісуі тиіс. Жоқ, 300 миллион сұрап тұр. Әрине бұл өте тым жоғары баға. 250 миллионды ұсынып көрейік, және бұл бағаға келісті. Алғашқы ойыншы, яғни Беллингем сапымызға қосылды. Өте керемет трансфер болды десек те болады. Енді қазір біз бірден екінші ойыншыны алуға кірісетін боламыз. Екінші елді анықтайық. Қандай ел түседі? Және екінші ел бізде Колумбия мемлекеті екен. Ендігі кезек ойыншының позициясын анықтау. Көрейік қандай позиция түседі екен, және ол бізде форвард позициясы. Бізде бұл ойыншы Ториноның сапында өнер көрсететін 33 жастағы Запата. Оның құны бізде 21 миллион екен, бірақ шамамен енді 20-24 миллионның арасында беріп қалуы мүмкін. Алғаш болып енді 23 миллион евроны ұсынып көретін боламыз. Келсеме екен? Жоқ, 24 миллион дейді, жарайды, келсейік. Міне осылайша құрамға екінші ойыншыда қосылды. Колумбия ұлттық құрамасының үздік көшбасшыларының бірі десек те болады. Енді өзінің голдарымен көзге түседі деген ойдамыз. Үшінші елді анықтайтында уақыт келіп жетті. Бізде үшінші ел қандай екен, және бұл бізде Мексика ұлттық құрамасы. Ал ойыншының позициясы қандай болмақ? Әрине өте қызық, және де сол қапталда өнер көрсететін қорғаушы. Бұл позицияда мексикалық ойыншылардан тек қана бір ғана ойыншы бар екен, оның өзі еркін агент. Ол бізде Галорка атты 29 жастағы ойыншы. Енді бұл ойыншыға біз бюджет құртып еш қиналмаймыз, тегін алып кете аламыз. Тек қана бұл ойыншының жалақысымен келсе қана болғана. Айтпақшы, бұл ойыншының рейтингі бізде 75-ті құрайды екен. 100 мың жалақыны ұсынық және келісті. Міне бұл бізде құрамға қосылған үшінші ойыншы. Төртінші елді анықтайық. Төртінші ел бізде қандай ұлттық құрама екен, және Испания ма, Франция ма? Франция екен. Өте тамаша. Ендігі кезек ойыншының позициясы қандай екен? Бірге анықтайық, және бұл бізде оң қапталда өнер көрсететін қорғаушы. Бізде бұл позицияда өнер көрсететін ойыншы Барселонаның сапында өнер көрсететін 25 жастағы Кунде. Рейтингі 86, ал құны болса 90 миллионға жоқ. Енді Барса бұл ойыншыны 110 миллион аралығында сататын шығар. 110 миллион ұсынып көрейік. 138 миллион дейді. Бағана сәл төмендетіп көрейік. 118 миллионға 123 миллион дейді. Тағы бір мәрте бағаны түсіріп көрейік. Бірақ айтқан беттерінен қайтпай тұр, жарайды, келсеміз. Міне Кунде сапымызға қосылды. Әрине бұл ойыншы сапымызды міндетті түрде күшейтеді. Ендеше кеттік 5-ші ойыншыны анықтайық. Құрамның жартысын жинауға да сәл қалдық, және біздегі 5-ші ұлттық құрама ол Италия ұлттық құрамасы екен. Тамаша. Ендігі кезек ойыншының позициясы, және бізде қандай позиция екен? Қақпашы, өте керемет. Әрине бұл ойыншы бізде 25 жастағы Донарума. Дәл қазіргі сәтте Манчестер Ситиде өнер көрсетеді, бірақ бұл FC 25 болғандықтан ескі базамен қалып қалған, бірақ еш мәселе емес шығар деген ойдамын. Бұл ойыншыны сатып алуға кірсек, құны 82 миллион евро екен. Қазір 92 миллионды ұсынып көрейік. Және бағаны 119 миллионға дейін өсірді. Қазір енді біз
примерно 95 миллионды ұсынып көрейік, иә? Оған келсе ме? Тамаша, келісті. Міне құрамымызға тас қамал ойыншы қосылды, бойы да ойыны да жоғары ойыншы қақпашы. Ендеше кеттік 6-шы ойыншыға өтейік. Кеттік келесі ойыншының әдеттегідей ұлттық құрамасын анықтайық, және ол бізде Бельгия ұлттық құрамасы екен. Ал ол ойыншының позициясы қандай, бірге анықтап жіберейік әдеттегідей, және ол ойыншының позициясы бізде орталық қорғаушы екен. Және бізде бұл ойыншы Атлетико Мадридте өнер көрсететін 35 жастағы өте атты ойыншы, енді жасы келіп қалды, бірақ дегенмен де өте мықты ойыншылардың бірі. Бағасы енді 5 миллион болғанмен жасы келгендіктен аз ақша ұсынамыз, және оған келісті. 6-шы ойыншы да құрамға қосылды. Кеттік ендеше 7-ші ойыншыға өтейік. Өкінішке орай Колесо Фортуна видеоға түспей қалған, бірақ бізде сол Колесо Фортунадан осы түркиялық Бардакчи атты ойыншы қосылды. Бұл ойыншының жасы 29-а және Галатасарайдың намысын қорғайды екен. Қазір біз оған 20 миллионды ұсынып көреміз, және бұл ұсынысымызға келісті. Міне бұл құрамға қосылған бізде 7-ші ойыншы, яғни құрамның толуына небәрі 4 қана ойыншы қалды. Кеттік 8-ші ойыншының елін анықтайық, және бұл ойыншының елі бізде Бельгия ма немесе Германия ма? Германия ұлттық құрамасының ойыншысы. Ал бұл ойыншының позициясын анықтайық, және бұл ойыншының позициясы бізде орталық жартылай қорғаушы. Бізде бұл ойыншы Бавария сапында өнер көрсететін 29 жастағы Горецка. Өте керемет жартылай қорғаушы. Ендеше қазір біз оған 40 миллион евроны ұсынып көрейік, келсе ме оған? 41 миллион 500 мың дейді, жарайды, оған келсеміз. Міне кезекті керемет ойыншы қатарымызға қосылды. Бірден 9-шы ойыншыға өтейік. Кеттік ендеше 9-шы ойыншының елін анықтайық, және бұл бізде Нидерланды елі. Я, дәл солай. Позициясын анықтайық, және бұл ойыншының позициясы бізде орталық қорғаушы. Бізде бұл ойыншы әрине Де Йонг, Барселонаның кезекті ойыншысы. Бұл ойыншының жасы бізде 27-де, өте керемет жартылай қорғаушы. Құны енді 77 миллион екен, шамамен бір 80 миллионның арасында беріп қалатын шығар. Тырысып көрейік, қазір 80 миллионға алуға 83 миллион дейді, жаман емес, алайық. Міне 9-шы ойыншыда қатарымызда өте керемет ойыншы. Жартылай қорғанысымыз былайша айтқанда ең керемет болып тұр десек те болады. Кеттік 10-шы ойыншыға өтейік. Міне бізде 10-шы ойыншының елін анықтайтында уақыт келіп жетті, және ол ойыншының елі бізде Бразилия. Ал позициясы қандай болмақ? Ол ойыншының позициясы бізде оң қапталдағы вингер. Негізі біз Виниді алуға дәмелі едік, бірақ оны Реал Мадрид құрамасы жібермеді. Оның орнына біз Арсеналда өнер көрсететін жас өте керемет талантты, яғни Мартинеллиді қатарымызға қосатын боламыз. Қазір біз оған 50 миллиондай ұсынып көрейік. Келсетін шығар, я, өте тамаша, келісті. Міне 10-шы ойыншы да қатарымызға қосылды. Енді соңғы бір ойыншы қалды, сонымен бізде құрам толығымен дайын болады. Ал ендеше кеттік соңғы ойыншының елін анықтайық, және ол міндетті түрде оң қапталда өнер көрсететін вингер болады, және ол ойыншының елі бізде Португалия. Соңғы қатарымызға қосылатын ойыншы ол бізде Миланның ойыншысы Леау, өте керемет ойыншы, 25 жаста. Қазір біз оның құнын анықтайық, 77 миллион екен, яғни 90 миллионда ұсынайық, 103 миллион дейді, жарайды, келсеміз. Міне соңғы ойыншыда қатарымызға қосылды, осылайша құрам толығымен дайын болды, енді біз маусымды өткізуге дайынбыз. Міне құрам дәл осындай болып жасақталды, енді біз маусым соңына дейін уақытты өткізіп, қандай нәтиже көрсете алатынын бірге анықтайтын боламыз.
Бұл құрама бізде АПЛда 3-ші орынды иеленген екен. Чемпион Манчестер Сити, 2-ші орында Ньюкасл, ал 3-ші орында осы құрама 71 ұпайды жинаған 38 ойынның ішінде. Факапта 3-ші раундтағы қарсыластары Уотфорд атанып, оларды минималды есеппен жеңіп, 4-ші раундқа жолдама ала білді. Ал 4-ші раундта өз қарсыластарын тасалқан қалдырып жеңіп, 3-0 есебімен 5-ші раундқа өте алды. 5-ші раундтағы қарсыластары Coventry City атанып, оларды 2-1 есебімен жеңіп, 6-ші раундқа өтті. 6-ші раундта Уилхэмді 1-2 есебімен жеңіп, жартылай финалға дейін өте алды. Ал жартылай финалдағы қарсыластары Арсенал атанып, оларды 1-3 есебімен тізе бүктіріп финалға жолдама алса, финалдағы қарсыластары Челси атанып, оларға қарсы өкінішке орай 0-1 есебімен есе жіберіп қойды. Ал Карабау каптағы алғашқы қарсыластары West Ham United атанып, оларды тасалқан қылдырып, оңайлықпен жеңіске жетіп, ширек финалға жолдама ала білді. Ширек финалдағы қарсыластары West Bromwich атанып, олармен тең ойнап, пенальти сериясында жеңіске жетіп, 1-2 финалға өте алды. Жартылай финалда Манчестер Юнайтедтің тасалқанын шығарып, 3-7 есебімен жеңіске жетіп, финалға еш қиналмастан өте алды. Ал финалда Манчестер Ситимен өнер көрсетіп, өте тартысты ойында, нәтижесінде әр елдің құрамасы жеңіске жетті. Ал Чемпиондар лигасында небәрі 14-ші орынды иеленді. Дәл ұпайы секілді 4 рет жеңіске жетіп, 2 рет тең ойнап, 2 рет жеңіліс тапқан. Ал келесі кезеңдегі қарсыластары Монако атанып, сенсация орын алып, 2-ші ойында есе жіберіп қойып, осылайша небәрі алғашқы кезеңнен ақ жеңіліс тауып, жорықтарын ерте аяқтады. Үздік сормерген бізде 63 ойында 45 гол соққан Ляо атанса, ал үздік пас беру бойынша бізде көш бастап тұрған Де Йонг 15 голдық пас берген. Осылайша видео аяқталды. Видеоны лайктарыңыз басып, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Бандос FIFA арнасы.